Келген кезде бірінші кездесуден бастап бір күшті кездесу жасадың, Алматыдағы енді бір қымбат. Байқасын, сонда осы жұмысын тастап кету керек па? Сонда мен түсінбедім соны. Қай сұрақта қойын ол қандай? Сәлеметсіз бе, Нұрғали аға? Сәлеметсіздер. Қалдарыңыз қалай? Мен айтайын деген, мысалы, әкелеріңді, аналарыңды апарып, оларға ешнәрсе керек емес. Айтқысы келген дүние менің ойымша жаңа Еркеғалидың өзінің аузынан да шықты ғой. Бет сүйсі. Ұлпан қалайсыз? Бүгін иін ян болып тыңдапсыз ғой. Өзіңіздің стиліңіз. Бір өзгеше. Бірақ мен азыр өзім иін болып тұрмын, янымды таба алмай жатырмын. Табыңыз. Бағанағы тез оралып кетсеңіз жалпы ойыңызға тақырыпқа, таныстыққа. Таныстыққа жалпы бір-біріне көңілдері, сезімдері ашылып жатқан сияқты, қызығушылықтары ашылып жатқан сияқты. Бірақ та бұл жерде жаңағындай құндылықтар басқа нәрседе болып тұр. Құндылықтар ухаживание немесе подаркада емес, сыйлықта емес, адами тұрғыда бір-бірін түсініп біліп жатқан сияқты. Сондықтан жақсы жұп шығатын шығар алда деген ой бар. Әумин. Сізге ұнап жатыр, әумин. Все, рахмет. Қараңыздар, мантылардың әдемі түрлері прям сүп-сүйкімді болып тұр ғой. Біз бүйтіп түйсек, біздікі бұлай шықпайды. Біздікі андай соғыстан келген мантылар сияқты болып тұр. Шыны керек, біз енді үйде адам көп болғаннан кейін бізге осы үшеу кетті. В целом сіздер 2-3 адам болсаңыздар, бір пакет смело жеткен. Біз енді маған кемінде 2 қыз, 3 қыз қоямыз. Қағандар тұрмай қалады. Сосын көп заказ бітіп, көп сатып қойдық енді. Сол келесіге тағы бір істегенге қалып тұрады. Бізге ас болсын. Сағат 7:25-те піседі, піскеннен кейін сіздерге дәмін көріп айтатын болады. Всем привет, достар, қалайсыздар? Енді мен өздеріңіз көріп тұрғандай үйге полуфабрикат заказ бердім. Осы жолы чисто манты, орама үйренде осындай фаршированный перец заказ бердім. Бізде енді мантының дайындалуы бізге енді бір сәл қиындау десем болады. Біздің қыздар да мен де өте қатты манты істеуге ерінеміз. Содан кейін өзіме осындай манты тыквамен, говядинамен, орама осындай түсті чисто говядина и және лукпен бердім. Вот қараңыздар, барлығы қолдан жасалады, достар. 100% халал. В целом ояқта басқа полуфабрикаттарға қарағанда бағалары өте қолжетімді. Күнде свежий-свежийдан дайындалып отырады. Так что сіздер осындай енді тамақ істеуге ерінсеңіздер, осындай қолжетімді бағада, қолдың осындай мантыларын жегілеріңіз келсе, осы жерден заказ берсеңіздер болады. Доставкасы өте тез. Осылай қараңыздар, 1 килограмм мантының ішінде кемінде 25 штук манты болады. Бағасы өте қолжетімді. Өзіңізге жалпы немен ұнайды? Картошкамен ұнай ма, нанмен ұнай ма?